Батыр болу шарт емес текті рухта. Байда болу шарт емес епті мықта. Жай ғана бір жақсылық жасау үшін мейірімді болғаның жеткілікті. Әуе толқынында қамыққан жанға қуаныш болған, жабыққан жанға жұбаныш болған мың алғыс. Мың алғыс. Қайырлы күн, қадірлі тыңдаушы, қасиетті жұмадағы дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Көмекке мұқтаж кейіпкерлер мен қайырымды жандардың арасына алтын көпір болуға дайынбыз. Жарты сағат көлемінде өздеріңізге қызмет көрсететін микрофон алдында Амангүл Ермекқызы, бағдарламаның дыбысын қадағалайтын әріптесім Ербол Ерсінұлы, ал бағдарламамыздың видео нұсқасын Қазақ радиоларының YouTube арнасы, Facebook әлеуметтік желісі арқылы ұсынатын Абылай Абдрахманов. Студиямыздың байланыс нөмірінде бірден еске салайық: 75-72-75, Нұрсұлтан қаласының коды 8-717, 2, сондай-ақ 8-700-755-33-55 WhatsApp желісі де өздеріңіз үшін қызмет көрсетіп тұрғанын еске сала кетейін. Бүгінгі хабарымыз аутоиммунды гемолитикалық анемияға шалдыққан Тамерлан Жүнісовке арналады. Кейіпкеріміздің жағдайы туралы толық баяндап беру үшін студиямызға әкесі Жасұлан Жүнісов келіп отыр. Жасұлан мырза, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Енді Тамерланға қойылған диагноз туралы өзіңіз толығырақ айтып берсеңіз, қашан қойылды, қандай ем шарасынан өттіңіздер бүгінге дейін? Балам Тамерлан қазіргі толық жасы 13 жаста. Қазіргі кезде жаңағы дәрігерлеріміздің қойған жаңағы диагнозы дейміз ғой. Аутоиммундық гемогликический анемия дейді, синдром Момина дейді. Қазіргі кезде балам 4 жасына дейін өзі жақсы өз аяғымен келген. 2011 жылдан бастап баламның жаңа кішкентай кезінен бастап аурулары басталды. 2011-де жаңа серозный менингит дейді. 2012-де жаңа көптеген жаңа пневмониялық аурулар өтті, өкпе аурулар өтті. 2012-де сол бронхиальный астма деп қойды балама. Сосын 2015 жылдары ірің менингиті болды. 2016 жылдары жаңа менингоэнцефалит дейді. Судорога ұстап баламды қатты ауқаттанды, ауырды да балам. Сосын 2017 жылы жаңа балама нақты диагнозын жаңағы аутоиммундық жаңа ауру деп, иммунодефицит деп, сол 2017 жылы қойды. Ендігі әлбетте 2020 жылы осы жаңағы майдың 5-і бізде Қазақстан елінен, жаңа Стамбул еліне, мемориал клиникасына квота шөтімен бізге сояққа ем жолдады. Балам сол 5 май күні жаңағы мен әкесінен қан жүйкесінен қан алып, жаңағы баламда пересадка болды. Жүрек майының трансплантациясы. Трансплантация болды, сонымен балам со жерде жаңа Стамбул елінде 14 күнге дейін жақсы келіп, сол 15 күндері уже ауырдай, сырқаттай сол реанимацияға түсті. Балам 31 күн, 32 күн комда жатты. Иншалла Алламның нәсібі, рахмет. Балам сол күннен тұрып, жаңа Қазақстан еліне, бірақ біз ауыр жағдайда келіп, ауыр жағдайда қайттық. Қазіргі жағдайда балам үйде ауыр сырқатта жатыр. Енді біз аутоиммундық гемолитикалық анемия деп диагноз қойылды дегенімізбен, жасын тыңдаушыға түсінікті болу үшін қазіргі жағдай туралы тарқатып айтып өтсеңіз. Енді мүмкін ол анемияның күрделі қиын түрі ғой. Баламның бүгінгі күнгі денсаулығы, балам күнделікті қазір 32 таблетка дәрі ішеді. Баламның көңіл күйі былай жақсы, сөйлесу қабілеті, түсінігі кішкене нашарлап барады. Баламды үйде жатқанына балам қазір 1 жарым айдан асып кетті. Баламды 5-ші этажға түсіріп мінгізуім қиын. Өзі иығыма салып түсіріп, жаңа өзі иығыма көтеріп салып, көтеріп әкеліп кіргізіп, тамақ ішу қазір қалпы да нашар. Ол да оңай емес, 13 жасар бала. 13 жасар бала. Сол өзім отбасымда негізінде 3 бала тәрбиелеп келем. Жаңа Тамерлан
баламның егіз сыңары аты Темірәлі. О баламда детский церебральдік паралич дейді, сол жағынан. О баламды да осы 13 жасына дейін өзім арқалап өзім емдеп алып келемін. Жаңа шетелге өзім ешкімнен сұрамай, өзімнің жағдайымды өзім көтеріп, осы кішкентай Темірәлімді да жаңа ДЦП-ны балам жаңа жүрмейді деп, отырмайды деп, балам сөйлемейді деп қойған диагнозды жаңа Ресей мемлекетіне 5-6 рет апарып, өзімнің шөтіме өзім ақшам жинап, туысқандарым көмектесіп кішкене о баламды да қазір аяққа тұрғызып келем. Сол енді Темірәліге көңіл бөліп жүрген уақытта Тамерланның да ауыр диагноздарға шалдыққаны енді сізге қатты ауыр тиді, шынын айту керек. Енді мына операция сәтсіздеу өтті деп өзіңіз айтып отырсыз. Ал енді мамандар не дейді, алдағы ем шаралары қалай жоспарлануда? Бұл дерттің дауасы бар ма екен? Алдағы ем шаралар негізінде қазіргі таңда біз Израиль Хадаса клиникасымен онлайн байланысты өттік. Енді врачтар бізге нақты баламызға көмектесеміз. Негізінде балаға жаңағы Стамбул елінде мемориал клиникасында қателіктер, көп қателіктер кеткен деп, әкесінен салған, жаңа әкесі пересадка костный болған ең соңғы жағдайда болатын нәрсе деп келтірді бізге. Енді бізге сол Израиль жаңа көмектесеміз деп отыр, есеп шотын қойып отыр. Өздерінің бағасы $228,000, біздің теңгеге әкелгенде 98 миллион ақша сұрап отыр. Енді Тамерлан балама соның ендігі доноры боламыз деген қарындасы бар, 6 айлық бала. Сосын жаңағы Темірәлі інісі бар. Ата-ананың рұқсаты болса, Израиль бірінші сол бауырларынан донор болуға медициналық тексеруден өткізеді, солай ма? Солай болып отыр. Қазіргі нақты көмектесеміз деп отқан сол Израиль мемлекеті Хадаса Израиль жаңа клиникасы ғой. Ал егер сәйкес келмеген жағдайда өздері тарапынан жілік майының трансплантациясына донор болуға қандай жағдайлар қарастырылған? Оны полностью общий банктен қараймыз деп, бірінші мына осы 2 баланы тексеріп аламыз деп әкеп тұр. Түсінікті. Қадірлі тыңдаушы, мінекей бүгінгі кейіпкеріміз Тамерлан Жасланұлы Жүнісов, әкесі қысқа ғана жағдай туралы айтып өтті. 75-72-75 біздің байланыс нөміріміз, Нұр-Сұлтан қаласының коды 8717-2. Ал қандай да бір ақпар қажет болса 8700-755-3355 WhatsApp желісіне де хат жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Енді Тамерланның Израильдегі ем шарасына 98 миллион теңге қажет екенін әкесі жаңа ғана айтып өтті. Әрине бұл өте үлкен сома, және баланың денсаулығы күннен күнге шын керек, көз алдыңызда енді күні тәулігіне 32 таблетка дәрі ішкеннен кейін оның басқа да ағзаларына кері әсері болатыны айдан анық, түсінікті жағдай. Бала күндегі жаңағы 32 таблетка жаңа қабылдап отыр. Бала сынып кеткен. Ендігі сол жаңа дәрінің қателіктерінен кішкене көп дозалықтарынан оң жақ көзі де кішкене көруі нашарлап бара жатыр. Сосын жаңағы айтқан сөзді тез ұғып ала алмайды, уже жаңағы нерв жүйкесі де есте сақтау қабілетін нашарлап. Бұл қай уақытта сезе бастадыңыз? Есте сақтау қабілетінде қандай да бір қиындықтар туындап бара жатқан? Осы 4-ші күні ма, осы қазіргі 5-ші күні уже күннен күнге баланың көңіл күйі кішкене түсіп, жаңағы балам тұр, жүр, көтерейін, апарайын, көрсетейін, ойнатайын дегенге бетін бұрмайды, өз көңілімен жаңағы мұңайып отырады. Ал енді 98 миллион теңге деп айттыңыз ғой ем шарасы. Бұл әрине үлкен қаражат. Қазіргі таңда қандай тағы да енді бүгін радиоға келіп отырғаныңыздың себебі де сол, көпшіліктің жаңағы жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді ғой. Қалың қазақ елі сіздің үніңізді естіп, қандай да бір көмегін аямайды деп сенеміз. Енді бұдан бөлек жалпы ем шарасына қажетті қаражатты жинау үшін қандай шаралар ұйымдастырудасыз? Енді қазір еліміздегі індетте шын керек жаңағы
еріктілердің тобымен үлкен іс-шаралар өткізуге бұл өткізе алмайтындай жағдайда отырмыз десе де әлеуметтік желіде мүмкін арнайы парақша ашылған шығар, оны да айтып өтсеңіз болады. Қазіргі бірінші сәтте көп шын жүректен әкелік сезіммен сіздерге, елме халқыма осы көмектесіп жатқан кісілерге көп рахметін білдірем. Қазіргі кезде Тамерланға Алла разы болсын, еміне шипа болсын деп, қазіргі бақытта 5 миллион, 5,5 миллиондай ақша жиналды. Ендігіде сол жаңа Хадаса Израиль қойған шөтінің 98 миллион ақшасын әрде жинаудамыз. Қазірде Тамерланның қайны жағынан атасы мен әжесі 2 комнаталы Астана қаласында 2 комнаталы пәтер сатуға қойылып отыр. Өз ата әжесі ме? Және өзімнің отбасымнан өзімді 1 комнаталық астымдағы жүк автокөлігін сатып қойдым. Өзімнің пәтерімді сатпақшы болып отырмын. Ол да барлығы бала үшін. Барлығы бала үшін, Өйткені қазіргі таңда ұлыңыздың денсаулығынан құнды ештеңе жоқ. Сол үшін қадірлі тыңдаушы, мінекей жаңа ғана кейіпкеріміздің әкесі Жасұлан айтып отыр, өзінің құзырында бар қандай да бір мүліктерінің барлығын сатуға қойғанын, 98 миллион теңге, енді қанша жерден көлігіңізді, үйіңізді сатсаңыз да, ол бір әрі кетсе белгілі бір бөлігін ғана шығаруы мүмкін, ар жағында қаншама әлі қаржы қажет. Сондықтан көптің көмегі ауадай қажет. Қадірлі тыңдаушы, арнамызға жаңадан қосылсаңыз еске салайық, бүгінгі біздің хабарымыз аутоиммунды гемолитикалық анемия диагнозына шалдыққан Тамерлан Жасұланұлы Жүнісовке арналады. Темірланның жасы 13-те, 4 жасынан бері түрлі сырқатпен күресіп келе жатыр. Елімізде де бірнеше ем шарасынан өтті. Тіпті 2019 жылы сәуірде Түркияда жілік майының трансплантациясы жасалған болатын, алайда мұнымен Тамерланның жағдайы оңалып кеткен жоқ. Ем шара сәтсіз өтті. Атана баласы үшін қандай жағдай болмасын қол қусырып отыра алмайды. Енді міне Израильге де апаруды жоспарлап отыр екен. Түркиядағы ем шарасы сәтсіз болғандықтан тағы да жан-жақты зерттеу жүргізуге мәжбүр болды. Ол жақтағы дәрігерлермен онлайн консультация өткенін Жасұлан жаңа ғана айтып өтті. Тамерланды алып қазір-ақ ұшып кетер еді, бірақ қаржы қолбайлау болып отыр. Солай ғой. 98 миллион теңге қажет. Әрине жұмыла көтерген жүк жеңіл дейміз. Сіз қолыңыздағы бар қаражатты аз демей, көп демей, Тамерланның әкесінің атына ашылған есепшотқа аударсаңыз, ол үлкен көмек болар еді. Тәулігіне 32 таблетка дәрі қабылдайды екен. Ол әрине қазіргі жағдайын төмендетіп алмау үшін деген мақсатта қабылдайтыны түсінікті, бірақ 32 таблетка енді шын айтқанда өте көп. Сондықтан оның басқа да ағзаларына кері әсер етіп жатқан айтпаса да түсінікті. Ал алдағы жоспарлаған ем шарасы мүмкін тезірек жүзеге асса, басқа ағзаларын зақымдаудың да мүмкін алдын алар едік. Қадірлі тыңдаушы, Тамерланның әкесі Жасұлан Жүнісовтің атына ашылған есепшоттар менің қолымда бар. Көмек қолын созамын десеңіздер мархабат. Дәл қазір айтып өтейін. Каспий Голд нөмірі 5169 49 71 65 18 05 26. Тағы бір қайталаймын. 5169 49 71 65 18 05 26. Жысен нөмір қажет десеңіз оны да жазып алыңыз. 8402 15 35 12 06. Тағы бір қайталаймын. 8402 15 35 12 06. Енді біз көбіне есепшот нөмірін айтамыз Жасұлан эфирде. Кейіпкерлеріміздің телефон нөмірлерін айтуға енді әртүрлі адам мазалау мүмкін, сондықтан эфир уақытында көбіне кейіпкерлердің рұқсатымен ғана айтамыз. Енді Каспий Голд нөмірі үшін кей жағдайда сізге де жаңа хабарласып жататын адамдар мүмкін телефон нөмірін сұрайтын шығар. Егер рұқсат десеңіз, онда өзіңіз айтуға болады. Телефон нөмірім 8775 648 44 45. Осы нөмір арқылы да Каспий Голд есепшотына, сол Каспийден ашылған есепшотқа Тамерланның еміне қажетті
қаржыға үлес қосуыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. 75-72-75 студиямыздың байланыс нөмірі Нұрсұлтан қаласының коды 8 717 2 8700 755 3355 бұл WhatsApp желісінің нөмірі. Хабарласыңыздар, ал біз кезекті әнге береміз. Толқынында балапаным деп ән шырқаған Баян Нұрмышева, Ерлан Орынбасаров, балапандарымыз ешқашан ауырмасын, ата-аналардың көңілін мұң шалмасын деген тілегімізді арнай отырып, Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында мың алғыс хабарын жалғастырамыз. Қадірлі тыңдаушы, бүгінгі біздің бағдарламамыз аутоиммунды гемолитикалық анемияға шалдыққан Тамерлан Жасұланұлы Жүнісовке арналып отыр. Тамерланның жасы 13-те, 4 жасынан бері түрлі сырқатпен ауырған. Оған 2017 жылы осы диагноз қойылады. Жілік майының трансплантациясы жасау керек екендігін туралы дәрігерлер шешім қабылдап, арнайы квотамен Түркия мемлекетінде операция жасалған болатын. Алайда оған әкесі донор болды. Сәтсіз өткендіктен қазір баланың жағдайы қайта нашарлап кетіпті. Ата-анасы зерттеу жүргізіп, келесі операцияны Израильде жасауды жоспарлап отыр. Әрине, ол өз қаражаты есебінен, сондықтан көптің көмегі қажет болғандықтан бүгін Тамерланның әкесі Жасұлан біздің студиямызға қонаққа келіп, балапанының жағдайы туралы айтып отыр. Израильде өтетін ем шарасына 98 миллион теңге қаржы қажет екен. Өзінің ата-анасы жаңағы үйін, Жасұланның өзі көлігі мен пәтерін сатуға қойғанын айтты. Алайда оның өзі бұл қаржыны түгел жинауға мүмкіндік бермейді. Бұл өте көп сома. Балапанның жағдайы күннен күнге нашарлап бара жатқанын әке жүрегі елжіреп тұрып сіздерге жеткізді. Тіпті есте сақтауға біледі. Көзінің де
көруі нашарлап бара жатыр. Өйткені дәл қазіргі жағдайды бұдан да төмендетіп алмау үшін күніне 32 таблетка дәрі қабылдайды екен. Мінекей балапан үшін жаны шырып студиямызға келген Жасұланға қолдау білдіремін десеңіздер, Каспий Голд нөмірі 5169 49 71 65 18 05 26. Тағы бір қайталайын, 5169 49 71 65 18 05 26. ЖСН нөмір қажет десеңіз, онда жазып алуға мүмкіндік бар. 8402 15 35 12 06. 8402 15 35 12 06. 75-72-75 біздің байланыс нөміріміз. Нұрсұлтан қаласының коды 8 717 2. Қадірлі тыңдаушы, хабарласыңыздар, қолдау білдіріңіздер, сөз жәрдемін беремін десеңіздерде біздің байланыс нөмірлеріміз өздеріңізге қалтқысыз қызмет етіп тұр. Енді Жасұлан, балапаныңыз үшін күн күлкі көрмейтін, ұйқы көрмей жүрсіз, алаңдап бізге хабарласқаныңыз кездегі әңгімеңізді де мен үлкен сабырмен тыңдауға тырыстым. Өйткені сіздің жағдайыңызды жақсы түсінемін. Бір емес, қос балапаныңызды қатар аяққа тұрғызсам деп жаныңызды шүберекке түйіп жүрген әкенің бірісіз. Тағы да тыңдаушыға айтарыңыз болса, мен сізді тыңдауға дайынмын. Қазіргі кезде бізде өзімізде қырқолсыз отырмай, жаңағы көмекке фондтарға шағымдандық. Қазақстан елінде 3-4 деген фондтар бізге жоқ деп келді. 2-3 фондтар әлі жауапсыз отыр. Ресей мемлекетінің фондтарына хабарластық. Ояқтан жоқ дегенде 4-5 фонд отказ келді. Қазіргі кезде Германиядан көмек сұраудамыз фондынан. Ол кісілер біздің жаңа құжаттарымызды қарастыруда. Қазіргі кезде сосын Қазмұнайгаз сол кісілерге көптеген компанияларға хабарластым. Қайырымдылық қорларына, енді қандай да бір көмек болып қалар деген үміт қой. Бізге осы орайда хабарласқан тыңдаушы бар екен. Күттірме әуе толқынына қосайық. Қайырлы күн. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Менің есімім Жүнісова Мақтал игілік қызы болады. Мен Жасұланның туған қарындасы болам. Жүнісов Тамерланның тетесімін, әпкесімін. Жасұланға кішкене қосайдеттерім бар еді негізі. Мүмкін есіне түспей отқан болу керек. Тамерланның страницасы, парақшасы бар Инстаграм желісінде. Барша халықтан сұрайтыным, сол желіге қосылса, бүкіл ақпаратты біз сол жерде таратып отырамыз да, күнделікті. Help Тамерлан деген парақшасы бар. Есіміңіз кім? Осы Мақпал болады. Мақпал. Мақпал, айта қойыңыз. Жаңа Жасұлан айтып өтті ғой, қарапайым халық, жаңағы туыс-туысқандарымыз 4-5 миллион ақша жинады деп. Негізі осы Инстаграм желісі арқылы, жаңа ақпарат тарату арқылы жиналған болатын. Қазіргі таңда көп халық солай жинайды ғой. Сондықтан баршаңыздан Тамерланның Инстаграм парақшасына қосылса, жаңа реквизиттары көрсетілген. Барлық ақпараттар, бүкіл есеп сол жерде беріледі дейсіз ғой. Есеп шоттары бәрі сол жерде көрсетілген. Және де бүкіл халықтан сұрайтыным, жаңағы репост деп айтамыз ғой, салған нелерімізді біраз адам көрсе, репост, комментарий, лайк басып, кішкене көтеріп қолдап жіберсе бізді. Мінекей бауырдың жанашырлығы осындайда ғой, Мақпал. Мінекей кішкентай бауырыңыздың болашағына алаңдап, осы сұхбатқа да алып қосарыңызды бізге телефон арқылы жеткізіп жатқаныңызға көп-көп рахмет. Тамерланның емі шипалы болсын. Қазақ радиосын тыңдап отырған барша халық бей-жай қарамай өздеріңізге қолдау білдіреді деген сенімдеміз. Жасұлан, ең бастысы, күш-жігеріңіз мықты болсын. Әрине оңай емес, балапанның көз алдында жағдайы нашарлап бара жатқанын көру ең бірінші ата-ананың жүрегіне батады. Ананың, әкенің бар жүкті міне өз мойнына алып, Жасұлан жан-жаққа хат жазғанын, әлеуметтік желіде парақша ашып,
ол жерде де қаржы жинауға көптеген жұмыстар жүргізіп жатқанын Мақпал бізге жеткізді. Барлықтарыңызға мың алғыс, қадірлі тыңдаушы. Бүгінгі кейіпкерлеріміздің үніне бей-жай қарамай, бүгін қасиетті жұмада қолдау білдіреді деген сенімдеміз. Эфир арнамызға жаңадан қосылсаңыз, тағы бір айта кетейін, бүгінгі біздің бағдарламамыз Тамерлан Жасұланұлы Жүнісовке арналып отыр. Тамерланға жілік майының трансплантациясын тез арада жасау керек, өйткені күннен күнге есте сақтау қабілеті нашарлап, көру қабілеті де күннен күнге нашарлап бара жатқанын әкесі сұхбат барысында айтып өтті. Сондықтан біз сіздерді жақсылық жасауға шақырамыз. Еміне Израильдегі 98 миллион теңге қажет екен. Жұмыла көтерген жүк жеңілдейді, көп түкірсе көл деп жатады қазақ. Сондықтан барлығымыз қолда бар қаражатта аз демей, көп демей бір жерге жинасақ, тағы бір балапанды осы бір қатерлі дерттен арашалап алар едік. Сондықтан Қазақ радиосына құлақ түрген ағайын, 75-72-75 біздің байланыс нөміріміз, Нұрсұлтан қаласының коды 8-717-2, 8-700-755-33-55, бұл біздің WhatsApp желісінің нөмірі. Бүгінгі кейіпкерімізге қатысты қандай да бір ақпар қажет болса, тәуліктің кез келген сағатында өздеріңізге жолдауға дайынбыз. Мінеке, хабарымыздың соңғы минуттары. Жасланға сізге айтарым, тезірек балапаныңыз осы дерттен құлан таза айығып шықсын. Жаңада айттым ғой, бұл үлкен сома болғанымен кең пейілді жомарт жандар өте көп. Жұмыла көтерсек, бұл жүкті де біз жеңілдетеріміз анық. Ең бастысы мойымаңыз. Рахмет көп. Қадірлі тыңдаушы, 75-72-75 біздің байланыс нөмір екенін жаңа ғана айтып өттім. Ал Тамерланның әкесі Жасұлан Жүнісовтың атына ашылған есепшотты жазып үлгермесеңіз, хабарымыздың соңғы минуттарында тағы бір қайталап өткім келеді. Каспий Голдың нөмірі 5169 49 71 65 18 05 26. 5169 49 71 65-18-05-26. Жысия нөмір қажет десеңіз мұқият жазып алыңыз. 84-02-15-35-12-06. Қадірлі тыңдаушы, Жаслан ұлдарын қайтсем де бір бұл қатерлі дерттің құрсауынан арашалап аламын деп жүрген әке, баршамыз бірге демеу болайық. Сізде қолдау білдіреді, перзент үшін үлкен сынақтың үстінде келе жатқан жанның сөзіне бей-жай қарамайды деген сенімдемін. Жаслан, қос балапаныңызды жаныңызға ертіп, олар құлан таза дертінен айығып, біздің студиямызға жақсы жаңалықпен келетін күнге жетейік. Рахмет көп. Мінеке, осымен мың алғыс хабарына берілген уақыт тәмам. Сіздерге қызмет көрсеткен Амангүл Ермек қызы, Ербол Ерсінұлы, Абылай Абдрахманов, әр шаңыраққа амандық тілейміз. Игіліктің ерте кеші, қайырымның үлкен кішісі болмайтынын естен шығармайық.